қазақ күресінің дамуына қазір үлес қосып жүрген адамдар болса айтып өтсеңіз. Қазір бізде өзіміздің Қостанай облысында Тобыл Торғай Тарландары деген үлкен клуб ашылды. Ол жерде осы қазақ күресімен күресемін деген барша спортсмендер, спортшылар бар өзіміздің Қостанай облысының. Ол жерде өзіміздің осы салдан шыққан, дайындалған Әбдібек Мылтықбай деген ағайымыз сол жердің вице-президенті. Сол кісі қазіргі таңда үлкен көмек беруде. Бізге күресем деген спортшылардың бәріне өзінің қол ұшын аямай көмектесуде, барлық жағынан өзің айтқан нәрселердің барлығын орындауға тырысып, витамин, жаңағы ақша, барлық жағынан шығам деген жарысқа шығарып, өзінің қол ұшын аямай созуда. Сол кісіге алғысым шексіз. Және де өзіміздің жаттықтырушыларымыз Мираділов Азамат, Ыздық Сайлау деген кісілер. Сол кісілер де өздерінің бар білгендерімен бөлісіп, бізді жаттықтыруда. Әр жаққа көптеген Алматы, Шымкент жақтарына оқу-жаттығу жиындарына барып тұрамыз. Аллаға шүкір, қазіргі таңда Тобыл Торғай Тарландары деген клубымыз өте жоғары дамып келе жатыр. Барлық жерлерде де қазір жарысқа барсақ та, басқа облыстардың айтатындары сол жақсы дамып келе жатсыңдар деген сияқты өзіміздің мобил орфымыз, өзіміздің медигіміз бар.